Халық ауыз әдебиеті пәні шығармашылық жұмыс барысында біздер қазақ тілі және әдебиеті 201 топпен жұмыс жасаған болатынбыз. Біз шығармашылық жұмыстың барысында студенттерден мақал-мәтелдердің жалғастыруын және де мақал-мәтелдердің мән-мағынасын сұраған болатынбыз. Сәлем, Данияр. Сәлем. Саған менің мынандай сұрағым бар. Өмірдің өзі ұлы ұстаз деген мақалды сен қалай түсінесің? Енді менің ойымша, бұл мақал түсіну үшін біз өмірді ең алдымен ұстаз ретінде алып қарастыруымыз қажет. Ал ол осы өмірде бізге берілетін тапсырмалар, қиындықтар мен сынақтарды біз тапсырма ретінде алуымыз қажет. Және де осы тапсырманы орындау арқылы біз шыңдаламыз. Демек, біз өмір сүру арқылы өзімізге керекті азықты алып, өзімізді дамыта түсеміз. Енді ұзақ әңгіменің тобықтай түйіні осы деп ойлаймын. Сөздің қысқасы осы, менің бар ойым осы. Жауабына көп рахмет. Сәлем, Жәмила, сен мына мақалды қалай түсінесің? Өтпейтін өмір жоқ, сынбайтын темір жоқ. Өте бір терең мағынасы бар мақал деп айта аламын. Себебі адам сонау дүниеге келгеннен бастап адамның өмірінде небір түрлі қиыншылықтар, небір түрлі оқиғалар болатыны айдан анық. Адамның өмірінде тек бірыңғай ақ, яғни жақсылық жүре бермейді, сонымен қатар қара жол, яғни жамандықта қатар жүретіні айдан анық. Бірақ дегенмен сол жамандыққа сынбай, керісінше алдыға ұмтылып, алдағы жамандықтан алда үлкен қуаныш тұрады деген үмітпен тек алдыға жылжып, өтпейтін өмір жоқ, сынбайтын темір жоқ демекші, тек алдыға ұмтылуымыз қажет. Рахмет жауабыңа. Сәлем, Гүлзат. Менің саған осындай сұрағым бар. Өмірдің тәттілігін өлерінде білесің деген мақалды сен қалай түсінесің? Менің ойымша, қазіргі сәтте адамдар өзінің өмірінің қаншалықты құнды екенін көп бағалай бермейді. Адам өзі тірі кезінде осы өмірін жақсы сәттерге, естеліктерге, жақсы адамдармен тек жақсылыққа толтыра білуі керек. Осылай ойлаймын. Жауабыңызға көп рахмет. Сәлем, Бекарыс. Сәлем. Сен мына мақалды жалғастыра аласың ба? Әрине. Көп жасап күміс болғанша, Аз жасап алтын бол. және сен бұл мақалды қалай түсінесің? Бұл мақалды жалпы адамның білімі оның жасаған жасына емес, оның алған іліміне байланысты. Оған мысалға біз билерімізді келтіре аламыз. Қазбек би мысалы екі елді сөзбен бітімге келтірген. Оны көп жасағаннан емес, көп көргеннен сұра деген мақалға ұқсайды. Рахмет. Сәлем, Мерует. Саған мен осындай сұрағым бар. Еңбексіз өтер өмірде бір, ерте келген өлімде бір деген мақалды сен қалай түсінесің? Жалпы негізінен Абай атамыз айтқандай, сенде бір кірпіш дүниеге кеттігін тапта бар қалан дейді. Яғни бұл өмірге адам келген соң өзі еңбектеніп, талпынып, қалай болса да өмірден өзінің орнын табу, қалай болса да еңбектеніп, белгілі бір жетістіктерге жету, адам болып туылып, тұлға болып қалыптасу. Бұл өмірге келіп ешқандай еңбектенбей, тек еңбектенбесең өзіңнің болашағыңда болмайды, сонымен қатар наныңды да таба алмайсың деген секілді, тек жалқау жатып жер деген атқа қана ие боласың. Еңбексіз өмір сүрсең, бұл өліммен пара-пар деп түсінемін. Жауабына көп рахмет.